Есігімізді сыртқа алып шығарып қойып, қолымызға алдық, енді осы бір шетке қоя салайық. Міне қазір үйіміздегі полный заттарды алып шығарып қойдық. Енді үйімізге ремонт жасап бастасақ болады. Мына тастарды қараңдарса, ескіріп кеткен, сынып жатыр. Бір шеттеріне шөп өсіп кеткен. Мына тастарды қазір сындырып, бұзып, қайттан салу керек. Как раз үйде қолым бос, ештеңе істемей отырғаным, осымен бүгін айналысатын боламыз. Қараңыздарса, үйім быт-шыты шығып кеткен, ескіріп, бүгін дұрыстайтын боламыз. Так, енді бізге керек кирка болады. Так, амандасып кетейін, видеоны қосып. Хей, бәріңе сәлем, қалайсыңдар? Сіздермен бірге мен Дима. Бүгін көріп тұрғандарыңызды үйімізге ремонт жасайтын боламыз. Ато дейтін үйіміздің булыжниктері дейтін ескіріп, шөп басып кеткен. Енді барып бізге дейтін осы жақта бізде өзіміздің керекті заттарымыз тұрады. Міне қараңыздар, осы жақтан бір кирканы алып алайық, керек болады. Мусорлар жиналып қапты. Түнде зомбилар келген, солармен шайқасқан, солардың мусор қалып қалған. Так, мынау железоменка, все, бара берсек болады енді. Так, жетелден жақта далада жүр ғой, что-то бәрі. Так, мынаяқтардан үйіміз осы, енді бастай берсек болады. Міне қараңдарса, сынып қалған осындай булыжниктер зорға шыдап тұр. Үйтіп көп шыдай берсек, ауыстырмай осы блоктарды үйіміз сынып қалуы мүмкін. Өйткені бізде көтеріп тұрған булыжниктер өздерің білесіңдер енді. Так, енді булыжниктерді ауыстырып шығу керек. Міне қараңдарса, мынаяқта что-то ешқайсы бұзылмаған, нормально. Міне мынаяқта тағы да біреу бар, осын сындырып алайық. Мынаяқтағы нормально. Міне мынаны да сындырып алайық. Так, алып алайық өзімізге, кейін тастайтын боламыз. Мусорға мынаяқта тағы да біреу бар, сындырайық. Міне әдемі. Так, мынаяқтарда тағы да бар ма? Так, жоқ сияқты, енді ішке кірейік. Үйдің ішіне полды көрейік. Ё-май, полды қараңдарса, не болып жатыр пол? Мыняқты сындырайық. Так, мыняқта тағы да біреу. Мыняқта тағы да біреу. Так, қайға түсіп кеттік? Тиіспеңдер, кет бар. Өлтір. Ебайт, артында тағы да. Ба, достар. Не болды нау қазір? Так, мына заттарын не болды нау? Ё-май, қараңдарса, тағы да маған кейіп жатыр. Не нау тағым? Не үйімнің астында яма бар ма не? Чо за достар, не болып кеткен үйімнің асты? Ремонт жасамағалы көп болған еді, үйім асты дейтін яма болып кеткен ба? Нау төбеге шайықты, неғып жаман қараңғы. Үші андай бөжейлер бар ма? Немене бәлем? Не болып кеткен? Бірінші үйіміздің ремонтын бітіріп алайық, кейін көрейікші неғықты. Ато дейтін түсінбей жатыр мен, бұндай яма жоқ еді үйімде. Алдында да ремонт жасап қоям мен, ара-арасында үйім бұзылып кетеді, сол кезде ремонт жасап қоятын. Бірақ мынаны түсінбедім. Ё-май, лава шығып жатыр ғой, мынаяқтан бір блокты алып тез қойып алайық. Так, бір блок аламыз, қой. Так, опа. Все, енді қойылды. Достарына, өзімде бірінші рет байқап жатырмын, достар. Ё-май, сәл болмағанда өлейін деп қалдық қой, шүкір өлмегенімізге әйтеуір. Мынаяқта тағы да біреу бар екен, сындырып алайық. Ё-май, мыняқты қазір қарау керек. Аяқ дейтін тас қараңғы ғой, еще андай бір бәлелер жүр. Мен өзі ремонт жасайын ба дегенем. Білмеймін ғой, енді не болып жатыр өзі. Қазір бірге барып қарайтын боламыз. Бірінші үйіміздің заттарын ремонтын бітіріп алайық, ато созылып кетсе тағы да үйімізде құлап қалмасын. Так, мынаяқта блоктарды сындырайық. Сындырып болғансын сразу қоймасақ, тағы да үйіміз шашырап қалатын сияқты. Қараңыздарса, тесік болып кетті үйіміз. Сол үшін тез булыжникті қойып, осының ішіне кірейік. Өзіміздің фонар алып кетпесек болмайды. Все, почти бәрін болды негіз. Қараңыздар, паркурды қосамызда төбесін көреміз. Ё-май, құлап қалдым. Негіз мен паркуристпін, қараңыздар, міне ескі бүйтіп, хоп. Мынасына хоп, міне. Хоп. Ё-май, жетпей қалдық, ничего. Үсті бәрі нормально, бәрін. Енді бізге булыжниктер алу керек. Мусорлар қайттан жиналып қапты, тастап жіберіп мыналардың бәрін.
мынау не бәлі осы жинала береді. Так, лақтырып тастаймыз. Мынау блокта керек емес шығар, лақтыра салайық. Лақтырынбай қалды ғой. Так, сәл төбеге қарай лақтырайық, лаваға. Бұлардың бәрі керек емес. Енді барып өзімізбен бірге жаңа булыжниктерді әкеледі. Сіздер оға дейін лайк басып кетіңіздер. Мына жақта тағы да біреу қалып кетіпті. Сындыруды ұмытып кетіпті. Так, сындыра салайық. Енді бәрі болды. Ал сіздер лайк басып, подписаться басып қойыңыздар. Так, булыжниктерді әкелдім. Міне жарты стак әкелдім. Жетіп қалады деген ойдамын. Так, мынаяқтарды жамап бастай берейік. Так. Міне осылай қояйық. Мынау дұрыс. Короче, достар, міне қойып жатыр. Мынау шетті ашық қалдыра салайын. Қазір кіретін боламыз. Мынау төбелерін крышасын жауайын. Тағы да жаңбыр жауып кетпесін. Так. Тез жауып тастайық. Міне. Так, мынаяқ қалып кетіпті. Жауып қойық. Бұяқты да обязательно ананың артын жауып қойық. Так, достар, міне. Вот. Міне әдем жаптық. Енді болды ма? Мынаяқта екі блок қалып кетіпті. Бұлақты қойып қойық. Мынау қойылмай қалды. Так, енді қойып біттік. Үйіміздің анау ғана қалды. Оған кейін жауатын боламыз. Бірінші астында не бар көріп келейікші. Так, қазайық. Міне қап қараңғы. Қазір өзіммен фонарик әкелем. Міне фонарик әкелем. Короче, достар, қарап отырғандарыңызда мынаяқта енді не бар көрейікші. Так, мынау факел. Так, мынаяқтарға ма қоя салайық. Хоп. Достар, мынаны қараңыздаршы. Мынау не мынау тағы да? Мынау бір бәлеге ұқсап. Мынау кузница емес па? Қараңыздаршы, достар. Мынау кузницаға ұқсайды ғой. Ішіне кіріп көрейікші бұның. Бірақ есігі басқа жерде екен да, сәл өзгешелеу екен. Так, не жазылған? Құрметті нөмір 13-ші ауылдың тұрғындары, жаңа ауылмен құттықтаймын деп жазып қойыпты. Чоса, не түсінбедім. Құрметті тұрғындар, жаңа мэрдің сайлауы өтті дейді. Сонда мэрдің үйі ман түсінбедім мен ше. Мэр сайлауы болған бір бәле, сондай жазу тұр. Мынаяқта телефон естей жатыр. Жерде сонда неме әлі. Так, бұрынғы үй ма деймін да, сонда бұрынғы ауыл. Сонда бұл жердің астына кіріп кеткен ба бұл ауыл? Еще ғана аман қалған ба осы үй? Так, не деп жазылыпты мынаяқта енді? Так, тым түсінбедім ары қарай. Примерно сол мэрдің үйі ау өзімде. Сонда мэрдің үйі кузница болған ба бұрында? Достар, сонда біз дейтін қазір мэрдің үйінде тұрып жатырық па? Примерно мэрдің үйі сонда кузница. Достар. Потолок. Так, ішін көріп кетейікші дұрыстап. Мен мынаяқта мэр сияқты отырайын. Опа. Мэрмін мен. Достар, жаңда бір бәле басылып кеттік, кейін жазу көрсетіліп кетті. Сөйтсек, мынаяқта бір бәле тұр ғой, сұп-сұр. Мынаяқтарды сындырайықшы. Мынау сейф емес па? Достар, сейф тауып алдық бұрынғы мэрдің үйінде. Достар, мынау немене бәле? Бір қуаныштың қуанатын болдық қой енді. Так, ашып көріп. Мынау ашық қой той. Қарың, изумруд тұр ғой. 16 изумруд. Так, 16 жарты стак изумруд. Қарыңыздар, жарты стак. Ашин жүріп жарты стак изумруд тауылдық қой, достар. Және $16. Так, не деген бияқты? 1999 жылғы деревня дейма. Сонда 1999 жыл құрылған ба? Сонда бір бәлдесі бар ғой. Ақшаларды қараңдарсы, достар, ашин жүріп $16 мен 32 изумруд тауылғаншы. Ақшаларымыз теріп олай енді. Ашин шашып отырым. Бұлары керек маған, әлі керек болады. Так, енді сыртына шығайық. Болды, үйге қайта береміз ау. Кузница, бұрынғы кузница нормально, бірақ қазіргісі ыңғайлы. Сәл бір түрлі екен кузница же. Өзіміздің кузницамызға барайық, короче. Мына келдік өзіміздің кузницамызға. Заттарды енді тасып тастау керек кішке. Өзімнің көршімді, досымды шақырып тасып тастамасақ па бірге.
Так, ол няқтарда жүрген еді ғой жанды. Ол да өзіне YouTube бастаған, сол YouTube жайлы сұрайықшы одан. Чотам, Неме қалайсың? жақсы өзің YouTube ашқан ғой, YouTube не болып жатыр? Ютубта сол просмотр болмай жатыр. Видео бәрі нормально, әдейі болып сала, бірақ просмотр жоқ қой. Просмотр жоқ дейсің ба, сонда қалай? Сен обложкаларды өзің істейсің ба, сатып аласың ба? Обложкаларды өзім істеп отырмын, сол обложка жағы онша емес болып жатыр ғой. Сен обложкаларды дұрыс істей алмасаң, мен саған бір советімді айтайын, өзіңде соны қолданып тұрам арасында. Кейбір кезде істей алмай желание қашып кеткенде соларға тапсырам, дерзкий қылып істейді ғой. Короче, Шизатюб дейтін бот бар, соған келесіңда телеграмына жазасың, және ояқта дейтін екі обложка түрі бар, превью. Біріншісі қарапайым, екіншісі премиум. Қарапайым екеуін заказать етсеңіздер болады, әдем зор қылып жасап береді. Әйтеуір мен өзім премиумды қолданамын, әдем қылып жасап береді. Зор, қарапайым деген өзінде зор. Сіздерге де совет берем, егер сіздерде алғашқы болып ютубтарыңызды бастап жатсыздар, бірақ өздеріңізге видеоларыңызға обложка тағмай, жасай алмай жатсаңыздар, соған жазсаңыздар болады. Описанияға ссылкасын қалдырып кетем, сен де кіріп ал. Все, Дима, от души сонымен енді қолданатын болам. Онда кеттік, жүр, тасып тастайық. Ал осымен де видеоның соңына дейін келдік. Ал подписаться етіп кетіңіздер, осындай видео көргіңілеріңіз келсе. Ал сен